Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі. Бүгін тағы да бір жақсы жаңалықтармен сіздермен бөліскім келіп отыр. Айта кететін болсақ, өткенде мен Алматы қаласының әкімдігі жер телімін Қазақстан азаматына беруден бас тарту туралы қаулы шығарып, ол қаулыны заңсыз деп тану үшін сотқа бергендігім туралы айтқан болатынмын. Ол бойынша да сюжет түсірген болатынбыз. Оқиға болған жерге, яғни даулы жердің басына көшпелі сот отырысын өткіздік судьялардың қатысуымен. Қазір уақытта соттың шешімі шықты. Айта кететін болса, Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Жанатбекова біздің ісімізді сол кезде қарап, Алматы қаласы әкімдігінің жер беруден бас тарту туралы іс-әрекетін заңсыз деп танып, ол қаулының күшін жойды. Және де бір ай мерзім ішінде менің қорғауымдағы азаматшаның құқығын тез арада қалпына келтіруді міндеттеді. Сондықтан мен өзімнің тарапынан және де менің қорғауымдағы талап қоюшының тарапынан осы судья Жанатбековаға өзіміздің алғысымызды білдіргіміз келеді. Осындай халықтың мұң-мұқтажын немқұрайлы қарамай, жан-жақты объективіне қарап, осындай әділ шешім шығарғанына өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Және де істеп жатқан жұмысына береке, осындай халықтың ықыласына бөленіп жүре берсін деп айтқым келеді. Енді бұл шығарылған шешімге апелляциялық шағым Алматы қаласы әкімдігінің тарапынан берілуі мүмкін. Мен ойлаймын, апелляциялық сот алқасы да осы әділ заңды шығарылған шешімді қолдайды деп санаймын.